мәдениеті деген тақырыпты өттік. Ал енді екі микрофон әдісі арқылы үй жұмысын сұраймын. Бір сұрақ. Сөйлеу мәдениеті дегенді қалай түсінесіздер? Гүлжаз. Сөйлеу мәдениеті ойды дұрыс, түсінікті және сыпайы жеткізіп білу. Ол ережесін сақтап, әдетті сөйлеммен байланыстырады. Жақсы. Келесі сұрақ. Адамдар арасындағы қарым-қатынаста сөйлеу мәдениетінің рөлі қандай? Айым. Сөйлеу мәдениетінің рөлі өте зор. Өйткені адамдар бір-бірімен қарым-қатынас орнатқанда ең алдымен тіл арқылы сөйлеседі. Мәдениетті сөйлей білу, өзгені тыңдай алу, ойын бұзау жеткізу, дау-дамайсыз тіл табысу деген сөз. Сөйлеу мәдениеті өзара сыйластықты қалыптастырады, түсінік пен сенімді арттырады. Яғни сөйлесу әдебін сақтаған адам ешқашан өзгеге дөрекі көрінбейді. Жақсы. Келесі сұрақ. Қазақ тілі қоғамда қолданылу өзіндік орны қандай? Қуаныш. Әдепті, сыпайы және дөрекі сөйлемеу керек, және де ата-бабадан келатқан сөздері және де дәстүрлерді келесі ұрпақтан ұрпаққа жеткізу керек. Жақсы. Ал енді балалар, қазір мозаика әдісімен екі топқа бөліп алайық. Бірінші суретте Мұхамеджан Тынышбаев және екінші суретте мозаикада Тұрар Рысқұловтың суреттері берілген. Ал тұрып. Бірінші топ бізде Мұхамеджан Тынышбаев тобы, және екінші топ Тұрар Рысқұлов тобы. Я балалар? Некеңіздер, міне топтарымыздың атаулары. Ортаға қарай қойыңыздар. Және сіздердікі, бір-бірлеріңізге қарама-қарсы қойыңыздар. Енді балалар, сіздердің топтарыңыздың өзара топ басшыларын сайлап алыңыздар. Яғни әр топта бір топ басшы болады, соны сайлап алыңыздар өздеріңіз қазір. Ура, қазір. Сайлап алдыңыздар ма? Жақсы. Енді сіздерде кім болады? Топ басшысы? Бұл топтың топ басшысы мен боламын, коллегам Қуаныш. Жақсы. Сіздерде? Мен Нұржан Қызыл. Жақсы. Енді топ басшылары сіздерге мынандай арнайы шарфик беріледі. Осы шарфикті мойындарыңызға тағып алыңыздар. Яғни сіздердің топ басшыларыңызды белгілейтін белгі болады. Екеуіңіз сізге Қуаныш. Жақсы. Ал балалар, енді экранға назар аударыңыздар. Қызығушылықты ояту болжау әдісі. Қараңыздар. Суреттен қандай ой түюге болады? Бүгінгі сабақтың тақырыбы не деп ойлайсыздар? Түрксіб темір. Темір жол туралы. Тағы да қандай нұсқаларыңыз бар? Пойыздар туралы. Пойыздар туралы. Қазақстанның темір жолының дамуы. Жақсы. Жақсы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар. Түрксіб темір жолы, тұлпар тайпы, сөз дәлдігі. Енді сіздерге мынандай сұрақ. Қазақстан темір жолы туралы не білесіздер? Қазақстан темір жолы туралы не білесіздер? Ал Сұлтан. Қазақстан темір жолы еліміздегі негізгі көлік жүйесі. Ол 2002 жылы ресми түрде құрылған, және де бүкіл қасымыздағы елдерді, облыстарда қалаларды біріктіреді. Жақсы, өте дұрыс, жақсы. Келесі қандай? Қалай білесіздер? Ал Қуаныш. Темір жолдың пайдасы қандай? Темір жолдың көрші қалалармен, көрші облыстармен бізді байланыстырады және жүк тасуға, адамдар тасуға пайдасын береді. Жақсы, жарайсыз. Келесі. Ал енді балалар, үшінші сұрақ. Темір жолдың зияны қандай деп ойлайсыздар? Ал кім айтам дейді? Сұлтан. Және де оны жөндеу көп уақыт пен қаражатты қажет етеді. Және де егер де тұрған жерде жүріп кетсе, оның шуы мен дүрлеуі жолға тиімсіз. Адамдарға кедергі жасайды, иә? Жақсы, енді жаңағы сабақты бастамас бұрын ой қозғау
сұрақтарын қойдым. Соған сіздер жақсы жауап бердіңіздер. Сондықтан бір-бірлеріңізге қошеметтеп қол шапалақтап қойыңыздар. Жарайсыздар. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына назар аударыңыздар. Әртүрлі графиктік мәтіндерге, яғни кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі мәліметтерді талдау, негізгі үрдістерді анықтау. Екінші мақсатымыз көпшілікке арналған дәрістің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау. Және де күтілетін нәтиже, әртүрлі график мәтіндегі мәліметтерді талдай білесіздер, негізгі үрдістерді анықтай аласыздар. Екінші күтілетін нәтиже, көпшілікке арналған дәрістің құрылымы мен рәсімделуін біледі, жанрлық ерекшеліктерін талдай алады. Жақсы. Келесі, ал бүгінгі сабағымыздың бірінші тапсырмасына назар аударыңыздар. Бұл түртіп алу әдісі арқылы орындалады. Мәтінді оқып, темір жол индустриясы туралы ойларыңызды айтасыздар. Мәтіндің құрылымы мен рәсімделуіне, жанрлық ерекшелігіне қарай талдау жасайсыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы, балалар. Бірінші дескриптор, білім алушылар мәтінді мұқият тыңдап, ойларын айтады, және екінші дескриптор мәтінді құрылымы мен рәсімделуіне, жанрлық ерекшеліктеріне қарай талдайды. Енді мәтін келесідей. Кім оқимын дейді? Айым. Кеңес одағында көлік қатынасының соның ішінде теміржолдың маңызы айрықша зор еді. Түсті металлургия, көмір және мұнай өнеркәсібін құру көлік қатынасына айтарлықтай тәуелді болды. Түркістан-Сібір теміржолы 20 ғасырдың 20-30 жылдары салынған ең ірі құрылыстардың бірі болды. Орта Азияның мақтай өсіретін аудандарын Сібір мен Жетісудың арзан астығымен, Сібірдің ағашымен, ірі қарамен жабдықтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстаннан Сібірге азық-түлік тасымалдауға, сол арқылы Сібірдің экономикалық дамуын жақсартуға жол ашты. Жаңа сіздермен бірінші тапсырманың мәтінін оқып шықтық. Енді бұл мәтін тапсырмасына назар аударыңыздар. Бұл мәтіннің тақырыбын анықтайсыздар. Қолдану аясы, аудиториясы, стилі, тілдік амалдарын алдарыңызда жатқан мәтіннің қағаздарға жазасыздар да, топ-топпен қорғайсыздар. Жақсы, бастаңыздар. Қолдану аясы, білім беру мен зерттеу жұмыстары, аудиториясы, студенттер, оқушылар, мұғалімдер. Стилі, ғылыми, танымдық, тілдік амалдары, ресми және ғылыми сөздер қолданылған. Жақсы, отырыңыздар. Ал екінші Мұхамеджан Тынышбаев ертеңіздер ортаға. Ал екінші топтың нұсқасын тыңдаңыздар. Бізде тақырыбымыз теміржолдың, әсіресе Түркістан теміржолының Қазақстанға деген экономикалық әсеріне айтылған. Жақсы. Қолдану аясы. Тарихи, экономика және көлік саласы. Аудиториясы кімге арналған мәтін екен? Аудиториясы оқушылар, студенттер және тарихшылар. Жақсы. Келесі. Стиль қандай? Ресми және ғылыми стиль. Келесі. Тілдік амалдар, ол нақты деректер мен ресми сөздер. Жақсы. Отырыңыздар. Ал балалар, қазір әр тапсырмадан кейін сіздер бір-бірлеріңізді бағалайсыздар. Яғни балалар бұл топтық бағалау болады. Мен сіздерге бағалау қарағым беремін. Бірінші тапсырманы орындадыңыздар. Осы тапсырма бойынша 0-ден 25-ке дейін бағаларыңыздар. Сіз бағаларыңыздар ғой, иә? Жақсы. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма редактор әдісі. Артық болмас білгенің. Алғашқы қазақ инженері туралы ізденіп, артық болмас білгенің мәтінін жалғастырасыздар. Мен оқиын, балалар тыңдаңыздар. Мұхамеджан Тынышбаев Түрксіб құрылысында алғаш рет аэрофотоларды қолданған. Соларға сүйеніп, ұзындығы 50-60 метрлік бірнеше жер асты жолдарын салуды, Қордай асуының орнына шоқпар жобасын ұсынады.
тескен таулардың есебінен қаржы үнемдеуге әрі 6 облысты байланыстыруға ықпал етті. Сөйтіп, жобаланған мерзімінен 540 күн ұлы жолдың соңғы шпалы төселді. 1931 жылы қаңтар күні ресми түрде пайдалануға берілді. Енді балалар, сіздер Мұхамеджан Тынышпаев туралы қосымша ақпарат жазасыздар. Дайынбыз ба? Жақсы, бірінші болып Тұрар Рысқұлов тобы, келіңіздер. Кімдер кімдер? Келіңіздер. Ал кім сөйлейді? Айбек және Зарина. Ал, бастайық. Сіздерге Мұхамеджан Тынышпаев туралы қосымша ақпарат іздестіру берілді, иә? Осы екінші тапсырмада. Ал, бастаңыз. О теміржол қатынасының алғашқы инженері. Ағартушы. 1879 жылы 12 мамырда туылған. Қоғам қайраткері. Ол тарихшы. Алаш негізін қалаушылардың бірі. Және де 1937 жылы қайтыс болған. Жақсы, отырыңыздар. Ал екінші топ Мұхамеджан Тынышпаев тобы, келіңіздер. Ал қарамағаш топты, екінші топ тыңдаймыздар. Қазір бір-бірлеріңіз бағалайсыздар ғой, иә? Есіңізде бар ғой? Ал, жақсы, тыңдайық. Сандуғаш пен Аяны. Мұхамеджан Тынышпаев 1879 жылы дүниеге келген. Жетісудағы туған алғашқы қазақ инженері. Санкт-Петербург теміржол институтын бітірген. Қазақстаннан шыққан тұңғыш инженер теміржолшы болды. Алаш қозғалысының белді мүшесі болды. 1938 жылы қуғын-сүргінге ұшырады. Мұрасы оның атымен мектептер мен көшелер аталды. Жақсы, өте жақсы отырғаныңыздар. Ал енді балалар, бір-бірлеріңізді бағалау парағына бағалаңыздар. Бір-бірлеріңізді бағалаңыздар. Бір-бірлеріңізді, яғни қарама-қарсы бір-бірлерін бағалайды. Ал бағалаймын. Балалар, қазір сіздерге екі топқа екі түрлі тапсырма беріледі. Мұхамеджан Тынышпаев тобы сіздерге мынандай тапсырма. Тынышталыңыздар. Мұқият болыңыздар. Бұл тапсырманы сканерлеу әдісі деп атаймыз. Мәтінге көз жүгірте отырып, ондағы негізгі ойды анықтайсыздар. Мәтінде қандай мәселе көтерілген. Келесі топ сіздерге, қазір мәтінді оқимыз, иә? Келесі топ сіздерге, Тұрар Рысқұлов топ сіздерге мынандай салыстырмалы карта әдісі тапсырмасы берілген. Кешегі және бүгінгі теміржол торабы тақырыбында кестені толтырасыздар. Яғни, бұрын теміржол қандай болды және қазіргі уақытта теміржол қандай. Ал, бастаңыздар. Ал, сіздерге жаңағы Мұхамеджан Тынышпаев тобы сіздердің мәтіндеріңіз қазір сіздерге беріледі. Бойынша бізде үшінші тапсырманы кім орындап жатыр, кім орындады? Мұхамеджан Тынышпаев тобы, ортаға шығыңыздар, дайын болсаңыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы балалар мәтіндегі негізгі ойды анықтау, мәтіндегі мәселені анықтай білу. Ал мәтіннің негізгі ойы Қазақстанда теміржол машиналарын жасау қарқынды дамып, заманауи пойыздар мен вагондар шығарыла бастады. Жақсы. Ал негізгі мәселесі теміржол саласын жаңарту, сапалы отандық өнім өндіру және де жүрдек пойыздарының қозғалысында даму. Жақсы, келесі, жақсы. Ал Тұрар Рысқұлов тобы сіздерге салыстырмалы әдіс бойынша кешегі және бүгінгі теміржол торабы тақырыбында кестені толтыру тапсырмасы берілді. Айым және Олжан. Ал жақсы, тыңдаңыздар балалар. Кешегі теміржол торабы, яғни кешегі теміржол торабы ол бұл күшімен жүретін пойыздар болған, жылдамдығы баяу болған, вагондары қарапайым, жайлылығы аз,
ал технологиясы қарапайым болған. Жақсы. Және бүгінгі теміржол ол жылдам әрі ыңғайлы автоматтандырылған басқару жүйесі бар, озық технологиялар және сапалы материалдармен жабдықталған. Жақсы, отыра қалыңыздар, отырыңыздар. Енді бір-бірлеріңізді бағалаңыздар, балалар. Бір-бірлеріңізді бағаладыңыздар ма, иә? Жақсы. Енді бүгінгі сабағымыздың грамматикалық тақырыбы сөз дәлдігі. Тіл ғасырлар бойы, замандар бойы жасалып қалыптасады. Халықтың дәстүр, салт, әдет-ғұрып, тарих, шаруашылық, тұрмыстық өзген. Онда біздің ата-бабаларымыздың айтылуы, өзара үндесуі, сөз дәлдігі келесіге бөлінеді, қараңыздар, жіктеледі. Сөзді тілдегі мағынасына қарай қолдану, дәл сөйлеуге қажетті алғышарттар, мағыналы сөздерді, олардың деректі, дерексіз, ұғымды білдіретін түрлерін талқылап, таңдап қолдана білу. Мысалы, оқу үлгерімі жақсарды, үлгерімі емес, үлгерімі. Пойызға үлгермей қаламын, үлгермей емес, үлгермей қаламын. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Попс формуласы әдісі арқылы бүгінгі өткен тақырып бойынша бірінші сөйлем менің ойымша, яғни бүгінгі тақырып бойынша өз ойларыңызды жазасыздар. Екінші сөйлем, себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем, оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Және соңғы сөйлем, осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім. Алдарыңызда стикерлер жатыр. Сол стикерлерге әрқайсыларыңыз өз пікірлеріңізді, ойларыңызды жазасыздар. Бұл рефлексия болады. Ал жазыңыздар. Попс формуласы әдісі бойынша бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша бірінші сөйлем, яғни өздеріңіздің ойларыңызды айтасыздар. Кім дайын, кім айтқысы келеді, өз ойын бүгінгі тақырып бойынша айын. Менің ойымша түркістан темір жолы Қазақстан индустриясының дамуының ең маңызды кезеңі болды. Жақсы. Екінші сөйлем, себебі мен оны былай түсіндіремін, Зарина. Бұл темір жол елдің оңтүстігі мен солтүстігін байланыстырып отыр. Жақсы. Келесі үшінші сөйлем. Мен оны мынадай фактілермен дәлелдеймін, Біржаз. Елімізде тұлпар тальпы сияқты жоғары жылдамдықта пойыздар жүріп жатыр. Олар өз елімізде жасалды және жолаушылар қолайлы жағдай жасалған. Жақсы. Келесі соңғы сөйлем, Серікбол. Соңғы сөйлем. Түркістан еліміздің экономикасына көмектесуге үлкен үлес қосты. Жақсы. Балалар, жаңағы попс формуласы бойынша сіздердің стикерлерге жазған қорытынды ойларыңызды маған жинап берсеңіздер. Балалар, жаңа сіздер сабақ бойы тапсырма орындадыңыздар, бір емес 4 тапсырма орындадыңыздар. Бір-бірлеріңізді бағаладыңыздар. Енді қорытынды бағаларыңызды айтсаңыздар. Тынышбаевтың топ басшысы Қуаныш орындалған тапсырмалар бойынша қарсы топқа берген бағаларыңызды айтсаңыз. Бірінші тапсырма 25 балл, екінші тапсырма 20 балл, үшінші тапсырма 20, төртінші тапсырма 20. Жалпы 95 балл. Жақсы, 95 балл. Қошемет сапасында қойыңыздар, жақсы. Ал енді Тұрар Рысқұлов тобы, топ басшысы Олжан, сіздер тапсырма 4 тапсырма бойынша қандай баға бердіңіздер? Бірінші тапсырма 22 балл, екінші тапсырма 25 балл, үшінші тапсырма 23 балл, төртінші тапсырма 20 балл. Барлығы 90 балл. Жақсы. Жақсы, балалар, бір-бірлеріңізді бағаладыңыздар, рахмет. Мұхамеджан Тынышбаев тобының мүшелеріне барлығына 90 балл, яғни 5 қойылады. Және қарсы топ Тұрар Рысқұлов тобына 95 балл қойылады. Рахмет, жақсы. Ал енді балалар, сіздерге үй тапсырмасы жазып алдыңыздар. Үй тапсырмасы әртүрлі көліктерді салыстырып, Қазақстандағы транспорт түрлері тақырыбында салыстырмалы эссе жазасыздар. Сөз саны 150-170 сөз.
осы менің сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Сау болыңыздар. Sağ olun.